Clamaf деген антивирус. Clamaf антивирусный сканер да. Міне мына жерде оқысаңыз болады. Не бесплатный антивирусный сканер, open source исходный кодымен. Так, оны скачать ету үшін Google жазасыз Clamaf деп. Сосын Clamafты басамыз. Содан кейін download дегенді басамыз. Сосын Windows, содан кейін мынаны басамыз міне. Windowsқа арналған скачать етеміз сосын 217 мегабайт. Так, оны скачать етті ме уже? Соны ішіндегі ашып zip архивпен ішіне кіріп осыны папка создать етеміз рабочий столға. И осы жерге лақтырам файлдарды. Көшірем да осы жерге. Так, көшірдім. Сосын мынандай бір файл істеп қойдым, scanbat деген. Batch script. Оның исходный коды мынандай міне. Ол не істейді? Папка создать етеді, карантин мен датабаза деген. Сосын карантин мен датабаза папка создать етеді. Сосын конфигті көшіреді. Мына жерден мына конфигті алады да, мынаны алады да, мына жерге көшіреді. Атын мынандай қылып өзгертеді. И ішіне конфигтің ішіне кіреді да, example деген нені закомментировать етеді. Осында решетка қояды алдына. Содан кейін вирусный база даннықты обновить етеді. Сосын барып тазалап бастайды. Егер вирус табылса, карантин деген папкаға салып қояды. Егер мына базадан ал деп жатыр, вирусный базадан. Сосын қай жерді тазала, с дискті. Мысалы сізге басқа папканы тазалау керек болса, онда мынаны копировать етіп аласыз. Осыны осы жерге ставить етесіз. Егер целиком бір басқа диск тазалау керек болса, онда D диск, мысалы флешка болсын, осыны копировать етіп аласыз, осы жерге ставить етесіз. И сөйтіп лог, сканлогты ең соңында логирование істейді. Ашып жібереді соңында. Болғаннан кейін, тазалап болғаннан кейін. Бұл міне мына жерде скачать Clamaf. Сосын егер сізге мына batch script ұнамаса, batch scriptті айтпақшы, мына копировать ету керекпіз мына ішіне, осы жерге. Осы жерге копировать ету керекпіз осылай. Папканың ішіне. Clamafтың мына жерге да, осы жерге. Clamafтың папкасына. Сосын барып запускать етеміз осыны. scan.bat-ты запускать етеміз. Ол бірінші обновить етеді вирусный базаны. Егер сізге мынау ұнамаса, мынандай batch script ұнамаса, онда мынандай не бар, clamwin деген бар. Ол да тоже мынаның движогын алады. Интерфейсі, өзінің интерфейсі бар осындай создать еткен. Clamwin деген. Бірақ движокты жаңа мынаның движогын алады. Сөйтіп мына интерфейс дейді да, соны бәрі бірге. Осындай интерфейсімен тазаласаңыз болады. Тоже обновить бар ішінде, вирусный база и тазалау деген бар, скан. Бұл batch скрипттің бір плюстары, мысалы түнде, мысалы сен ұйықтап жатқан кезде деген сияқты, компьютер қосылып тұр деген сияқты, серверлерге мысалы тазалауға түнде мысалы планировщик задачамен не істеп қойсаңыз болады, команда беріп қойсаңыз болады, мысалы түнде 12-де тазаласын деп та, вирусный базаны обновить етсін и тазаласын. Мысалы, мына файлды запускать етіп жіберсін түнде мысалы. Өзі запускать етеді, таңертеңге шейін тазалап болады мынаның бәрін. Бұл вирусты тазалау үшін. Мына файл бар ғой, вирусты бірінші обновить етеді, сосын барып тазалайды. Оны планировщик задачаға салып қойсаңыз болады. Типа түнде осындай уақытта қосылсын автоматически, күн сайын деген сияқты да. Серверге істеп қойып алады, или обычный компьютерге істеп қойып алады. Так, келесі. Так, мынау басқа антивирустар, соған ұқсайтын басқа антивирустар. Бірақ өзінің команда строкамен де бар, или сразу интерфейсімен бірге бар.